Алдар көсенің бір кәрі ешкісі болыпты. Өзі апарық құл сүйек болғанымен жаман бұзық екен. Алдар көсенің көңілі бірдеңеге ала қалса, ешкісі әп сәтте зарлап келіп, мүйізімен бір сүзіп қалса болды, шалбарында жаңа жыртық пайда болады екен. Бұны қайтадан жамауға тура келеді екен. Ешкісі әбден маза бермеген соң, Алдар көсе оны базарға апарып сатпақшы болады. Базарда Алдарға бай кезігіпті. Ешкісін көріп, бай оны мазақтап, күлкі қыла бастайды. Әй, мынау ешкісін қараңдаршы. Апарық шыбықтай, мұндай ешкіні қандай ақымақ сатып алады. Жұрт мәз болып күлген сайын Алдардың қабағы түседі. Ешкісін сатпақшы болып, Алдар көсе күні бойы базарда тұрғанымен бір адам жақындамапты. Тіпті бағасын да сұрамапты. Кебенек-ай, тіпті саған бір адам көзін салмады ала. Қасқырға жем қып, қараңды өшірейін бе? Ай, сат алдың ба ешкіңді? Мен саған айтып едім ғой, бұндай арық ешкіні ешкім алмайды. Байеке, дұрыс айтыпсың. Ешкімге керек емес екен. Мен саған тегін берейін. Үйіне барарсың, бұна ешкіден қуырдақ жасап жеңге болады ғой. Ойшай, шын айтып тұрсың бе? Әрине. Бірақ енді әлгі тек жұрттың алдында маған уәде бер. Мен аяқ астынан қайтыс болсам, мені дұрыстап жерлеп, жаназа оқитын боласың. Жерлеймін. Жаназаңды да оқимын. Тек анау ешкіңді тезірек ұстап берші. Үйге апарып бұны бәйбішемді қуантайын. Кешкі асымызды да дайындақ қояр. Ей, кебенек. Ой, кебенек. Дегенмен Алдар көсе ақымақ екен. Ешкіні өзі ақ асып жеудің орнына маған тегін бергені дес. Іс жүзінде толық адамдар ақылды, ал арық адамдар көбінесе аңғал болатын несі екен. Бұлғым өй! Байекемен қой Алдары. Тезірек жинал. Екеміз жолға шығуымыз керек. Бұл қайдағы жол? Не деп тұрсың өй? Сенімен неге баруым керек? Ханның жарлығын орындау керек. Елді түгел жаяу аралап, мына дәптерге уәдесін орындамайтын адамдардың тізімін жазып алам. Олардың бәрін кейінгілерге өлгі ретінде жазалап, сазайын тартқызады. Саған бұйрық берсе, меніңнен бari өзің бара бермейсің ба? Кеше ғана өліп қалған жағдайда мені жерлеп, жаназа оқимын деген уәдеңді беріп едің ғой. Ол үшін мен саған жұрттың көзінше ешкімді бердім. Есімде ғой? Берді ғой. Берген. Енді маған не қыл дейсің сен? Не қылған нес? Жолда өліп қалса мені дұрыстап жерлеп, жаназа оқымайсың ба? Сондықтан әрдайым қасымда болуың керек. Ол не дегенің? Сонда не? Мен өмір бақи сенің артыңнан қалмай жүруім керек пе?
Endi әйтеуір қасымда болуың керек қой. Өйткені мені жерлемесең, уәдеңде тұрмадың деген сөз ғой. Мен сенімен бара алмаймын. Менің өз бала-шағам, мал-мүлкім бар ғой. Онда ешкімді қайтар. Әйтпесе, мына уәдесін орындамайды деп, атыңды дәптеріме жазып алам. Ешкім енді жоқ қой. Жоғы қалай? Оны қайда жібердің? Мен оны жек қойдым ғой. Олай болса, менімен барасың. Не ешкінің толық құнын төлейсің. Сонда қанша? 10.000 теңге. Сенің есің дұрыс бей? Бірде-бір ешкі 10.000 теңге тұрмайды ғой. Менікі соған татиды Байеке. Төкке тұрмайтын апары құп сүйек еді ғой. Жоқ, Байеке, жоқ. Жардай семіз де семіз. Еті де дәмсіз екен. Онда неге жедің? Ал шөй ақшаңды. Жарайсың, Байеке. Байеке, енді үйіңе барып, айнаға үңілсең, менің арық ешкімді сатып алған ақымақты көресің. Мен алдарымын, сақалым далтан. Оңбаған, сенің жаман ешкіңді алсын деп бұның бәрін әдейі жасаған екенсің ғой. Атаңа нәлет. Тоқта, тоқта. Базарда саудамның берекесін қашырған өзің ғой. Енді өз обалың өзіңе. Ешкімде мынау сыйқысыз түрі жаман бірдеңе еді ғой. Енді маған не қыл дейсің? Ақырында сатып алдың ғой, а? Была у Алдара көсе бодливая коза. Алдар көсенің бір сүзеген ешкісі болыпты. Алдар көсенің бір сүзеген ешкісі болыпты. Привел Алдар козу на базар. Алдар ешкісін базарға алып келіпті. Алдар ешкісін базарға әкеліпті. Да кому нужна такая коза? Мұндай ешкі кімге керек? Мұндай ешкі кімге керек? Бери ее бесплатно, но есть одно условие. Тегін ала бер, бірақ бір шартым бар. Тегін ала бер, бірақ бір шартым бар. Пойдешь со мной или возвращай козу. Менімен барасың, болмаса ешкімді қайтар. Менімен барасың, болмаса ешкімді қайтар. Тогда плати деньги. Онда ақша төле. Онда ақша төле.